Көп таңбалы сандарды бөлуді баған түрінде орындауды еске түсірейік. Онда бұрыштап бөлу қолданылады. Біз 10.164-ті 6-ға бөлейік. Бөлуді жоғарғы разрядтан бастайды. Бірінші толымсыз бөлінгіш мыңдық. Бірді бөліндіге 4 қалдықты мыңдықтың астына жазамыз. 4 мыңдық 40 жүздікке тең. 1 жүздікті төмен түсіріп, 41 жүздік қыламыз. 41 жүздікті 6-ға бөлеміз. 6-ны бөліндіге жазамыз. 5 қалдықты жүздіктің астына жазамыз. Бұл 50 ондыққа тең. 6 ондықты төмен түсірсек, бізде 56 ондық болады. 56 ондықты 6-ға бөлеміз. 9-ды бөліндіге жазамыз. 2 қалдықты ондықтың астына жазамыз. 4 бірлікті көшіріп, 24 бірлік қыламыз. Соңында 24 бірлікті 6-ға бөлеміз. 4-ті бөліндіге жазамыз. Қалдық 0-ге тең. Демек, берілген сан толық бөлінді. Жауабы 10.164-ті 6-ға бөлгенде 1694 шығады.